Бисмиллах, баршаңызға сәлем. Бүгін біз бизнестегі ең құнды ресурс адамдармен байланыс туралы айтатын боламыз. Сіздердің табыстарыңыз тек қана білімге емес, орталарыңызға да тікелей байланысты. Енді мен өзімнің тәжірибемнен алынған ортаның бизнеске және карьераға әсері туралы бүгінгі видеода сіздермен бөліспекшімін. Жалпы нетворкинг деп жатамыз ғой, нетворкинг табысты адамдардың жасырын құралы ғой. Нетворкинг дегеніміз. Неге ортаның әсері бар, себебі мен өзімнің тәжірибелеріммен бөлсем бүгін, сіз кіммен араласасыз, дәл солай ойлайсыз ғой. Мені өзгерткен орта деп айта аламын, және өзім қалаған ортаға барып, сол ортадан келесі бір деңгейге өстім деп айта аламын. Сіздің энергияңыз ол ортаңыздың деңгейі. Қазір күшіңіз жоқ, әрекетіңіз жоқ, настроениеңіз жоқ болып жүрсе, демек сіз сондай ортада жүрсіз да. Ал егер қазір айналаңызда бір сенетін адамдар, әрекет ететін адамдар болса, сізде дәл солай әрекет етесіз. Сізде бір тырмысасыз, талпынасыз, құласаңыз кері тұрасыз деген сияқты. Сол үшін бұл енді ғылыми дәлелденген факт. Что сіз жақсы ортада болсаңыз, әрекетіңіз тоқтамайды, ал керісінше сізді тартатын, сізді кері сүйрейтін, сіз тек қана негатив айтатын ортада болсаңыз, өсуіңіз тежеледі. Бұл енді ғылыми дәлелденген факт болғаннан кейін сіздерге бөлісіп кетіп жатырмын. Ал жалпы нетворкинг не үшін керек? Нетворкинг дегеніміз бұл жаңа білім, жаңа мүмкіндік, ұсыныс, жоба, серіктестік, тіпті эмоционалды тұрғыда қолдау. Кейбір мүмкіндіктер тек бір таныстық арқылы келеді. Мен енді өзім өмірінде өте қатты көп кездескен, тіпті кейде жақсы сөздің өзі, уақытында естіген кеңестің өзі сіздің бизнесіңіздің бағытын мүлде өзгертіп жіберуі мүмкін. Неге? Себебі 2023 жылы Балқия Балтабай әпкелер жаңадан үйге кірді да, бізді Аслан мырза екеумізді Мұрат жез екеуі қонаққа шақырды. Сөйтіп біз таңға дейін отырып әңгіме айттық та, сол кезде маған Балқия әпке айтқан: "Мә, Гүлзок, сенің қолыңнан келеді, сен неғып осылай жасамайсың?" Ол кезде мен товарный бизнесте жүрміз, бірақ енді бір Қытайға барып, заводқа кірген жоқпыз, өтірік айтпай ақ қояйын. Бір жылдан товарный бизнесте жасап жатырғанбыз. Сондай бір сөз, ол кісінің таңға дейін маған берген мотивациясы, айтқан ақыл кеңестері, келесі күні прямо Қытайға билет алып, заводтармен жұмыс жасайын деп кетіп қалдым да. Сол 2023 жылдан бастап мен Қытайдан тікелей заводтармен жұмыс жасап бастадым. Дәл осылай сіз өзіңіздің бір таныстығыңыз, ортаңыз сіздің табысыңызға, сіздің өсуіңізге қатты әсер етуі әбден мүмкін. Енді табысты адамдар ешқашан жалғыз болмайды. Мысалға, маған өзімнің ортам, мысалға Балқия әпке себепкер болатын болса, ол кісіге өзінің менторы, өзінің наставник, өзінің ортасы себепкер болып жатыр да, өсуіне, дамуына деген сияқты. Жалпы табысты адамдардың артында әрдайым мықты орта тұратынына мен көзім жетті. Себебі мен әртүрлі ортада бармын. Қазір енді әртүрлі ортам бар, олар әртүрлі саладағы жандар, әртүрлі деңгейдегі жандар. Енді әртүрлі деңгей дегенде түсіндіріп кетейінші осы жерде. Ол біреуді түсіру, бірді көтеру мақсатында емес. Даже пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі айтқанда, адамдармен өзінің деңгейінде сөйлесіңдер деп. Мысалы, малшы болса, малшының тілінде төмен түсіп, білімді адам болса, білімділігіңді көрсетіп деген сияқты. Сол мақсатпен айтып жатырмын да. Кез келген үлкен жетістіктің артында бір орта тұрады. Мықты бір орта тұрады. Табысты адамдар өздері сияқты табысты адамдармен ғана жүреді. Қазір нөт ететін, проблемасын айтатын, барсаң кредит қарызын айтатын ортадан адамдар уже қашады. Сен өзің де сол ортадан қашқың келіп тұрады. Ал когда адамдар уже единое мышление деп айтып жатады ғой, бір ойлайтын, дамығысы келетіндер, бір-біріне шабыт беріп, бір-біріне идея беріп, қолдарынан келмесе де хотя бы осындаймен бір-біріне энергиясымен поддержка болады да. Вот осы орта деп аталады да. Ал жаңадан бастайтындарға қандай орта керек? Сіз дәл қазір бастап жатсаңыз, онда сөйлейтін емес, әрекет ететін ортаға кіріңіздер дейтін едім. Себебі көп айтатындар, ананы жасау керек еді, мынаны жасау керек еді. Ой, неғып жүрсің, контент жасама, жасашы деп айтады да, бірақ өз контент жасамайды. Сізге сенетін, итермелейтін ортаға бару керек. Яғни сіздің бір тұлға болып қалыптасуыңызға, сіздің қолыңыздан келетініне сенетін адам болу керек та. Кәсіпке кез келген бір бастауға ашық оймен қарайтын адамдардың ортасында болуыңыз керек. Дәл осындай ортада болуыңыз керек. Бизнес бастайын десеңіз, бір жеке мотивация беретін, сізге поддержка беретін ортаға түсіңіз. Ал енді қорқатын, сынайтатын адамдармен жүретін болсаңыз, қолдау жасамайтын адамдармен жүретін болсаңыз, онда сіздің өсуіңіз, сіздің дамуыңыз екіталай болмақ. Енді нетворкинг деп айтып жатырмын да, бұл нетворкинг тек қана пайда іздеу емес. Мына даже осы ортаның өзі,
Нағыз нетворкинг ол риясыз кері байланыс деп айтатын едім. Риясыз адамдармен байланыс деп айтатын едім. Алдымен өзіңіз құнды бола біліңіз. Өзіңізде деген сенімділік болу керек. Маған көп жазады да, ойбай Гүлзу ханым, сіздердің орталарыңызға қосылғым келеді, андай ортада жүрсем сол ортада болғым келеді, мұндай ортада жүрсем сол ортада болғым келеді деген сияқты. Бұл енді нетворкинг жай польза алайын деген оймен бармау керек. Сіз өзіңіздің бере алатындығыңыз болу керек, бір дүниеңіз болу керек та. Сіз адамға құнды болуыңыз керек. Яғни қандай ортаны қалайсың, сол ортаға өзің лайықты болу керексің. Мен ең алғаш Айнұр Тұрсынбаева әпкелер шақырған кезде 2021 жылы сол кісілердің ортасына қосылған кезде кітап оқып дайындалғам. Мен ол кісілердің арасында қазір не айтамын? Балқия Балтабай, Айнұр Тұрсынбаева, Малика ұстаз, кімдер бар еді тағы енді ол жақта? Алина Шадина. Енді көп сондай бір мықты кәсіпкер қыздар болды. Солардың ортасына барған кезде мен дайындалдым, кітап оқып, қандай сұрақ қоям, қазір маған сұрақ қойса қалай жауап берем деген сияқтышы. Яғни мен өзімді тәрбиеледім. Сол сияқты егер сіз бір жақсы ортаны қалайтын болсаңыз, сол ортаға лайықты болыңыз. Белгілі бір өзіңіздің сол ортаға беретін құндылығыңыз болу керек та, беретін бір взаимодействие жасайтын бір біліміңіз, бір әрекетіңіз болу керек сіздің. Бір көркем мінезіңіз, білмеймін, сондай бір нәрсе болу керек. Яғни ең бірінші өзіңіз ортаға сай болуды ойлаңыз. Жалпы қайдан бастауға болады, бұндай ортаға қалай түсуге болады? Әртүрлі қазіргі заман дамып кетті. Мастер-класстар бар, телеграмда әртүрлі қауымдастықтар бар, Инстаграм, WhatsApp, тренинг, марафондар деген сияқты. TikTok лайв, кстати, TikTok стримда отыратындар бір-бірімен таныссаңыздар болады. Енді бұрынғыдай танысу қиын емес қой қазір. Платформа, курс, марафон, енді өзіңіздің былайша айтқанда ортаңызды өзіңіз қалыптастыруға мүмкіндігіңіз бар. Яғни қандай ортаны қалайсыз, сол ортаға қарай бағыттайсыз. Тек қана батыл болу керек дегім келеді да. Қорқатын болсаңыз қорқып отыра бересіз. Мен де ойлайтынмын, мен мына ортаға дайын емеспін деп. 2021-де мен Айнұр әпкелердің ортасына кірсем, 2022 жылы Турциямен бизнес жасайтын үлкен алпауыт оптым Қазақстан бойынша миллиардный обороттар жасайтын кәсіпкерлердің ортасына кірдім. Ол кезде мен ойлайтын, маған сұрақ қоймаса екен деп отыратын едім да. Лишь бы менен сұрақ қоймаса екен, менің енді бір ол кезде 2022-дегі оборотымыз 80-100 миллион шығар, потому что мен ең алғашқы миллиондарымды 2020 жылы тапсам, 2021 жылы біздер 100 миллиондық запустар жасап жүрдік. Содан енді 100-200 миллионға дейін арасында табыстап жүрдік. Ол енді оборотты айтып жатыр, мен сіздерге таза маржа емес. Маржа обороттың бір 25-30% болуы мүмкін. Сондай бір батыл шешім болу керек та сізде, осы ортаға қосыламын деген сияқты. Енді менің өмірімдегі ортаның әсер еткені ең бірінші мен Атырау қаласының қызымын, Атырауда тұрдым, келін болдым 10 жыл, сол ата-енеммен тұрдым 8 жыл. Сөйтіп времянкада тұрып жүрген кезде Жұлдыз Ақболат деген танитын шығарсыздар, сол кісінің сабақтарын алып бастадым онлайн. И сол онлайн сабағын алып таныстым. И сол кезде бір офлайн сабақ жасайтын болдым, Money Camp деген. Есімде әлі 2020 жылы. Сол Money Campқа барам дедім Жұлдызға. Сөйтіп Жұлдыз маған звондатты, айтты, Гүлзок, сен қолымнан келеді, мен сен марафондарымнан көрем, курстарымнан көрем. Давай, екеуміз құрдаспыз почти. Кел, сен міндетті түрде жасайсың. Енді ана сөзді естіп алып, бармасыма тоқтамаймын ғой. Сөйтіп 50 000 теңгесін салып жіберіп, қорқып жүрмін, 50 000 теңгелік сабаққа келуге қорқып жүрмін Алматыға, былайша айтқанда. Содан келдім, содан уже менің қадам басталды. Ең алғашқы мен таныстығым Жұлдызбен қазіргі таңда өте жақсы құрбымыз, сырлас, жақсы бір ортадамыз, бір-бірімізді поддержка беретін, всегда бір-бірімізді қолдайтын деген сияқты. Менде де әр кезде осылай қолдап отыратын өзімнің бір орталарым болған. Бірақ мен шешім шығаруға дайын болдым. Яғни Жұлдыздың осындай бір сөзінен мен Алматыға көшіп кеттім деген сияқты. Айнұр әпкенің бір сөзінен мен Стамбулға көшіп кеттім. 2022 жылы біз 5 баламызбен Стамбулда тұрдық. Енді оның барлығына әрине ортадан бұрын қарым-қатынас деп айтайыншы. Қарым-қатынас. Мен арнайы қарым-қатынасқа да бір видео шығарам, себебі ол ең үлкен рөл атқаратын нәрсе. Орта мен үшін өмірімді өзгерткен факторларға толы деп айта аламын. Неге? Себебі менің өмірімді өзгерткен фактор бұл менің орта. Әр жанмен таныстығым, әр ортада болуым. Одан кейін 2023 жылы Қытаймен сауда жасайтын заводтардың басшыларының ортасына кірдім мен. Қазақстанға 80 миллиондық аппараттар, 120 миллиондық аппараттар әкелдік.
Енді сол жандардың ортасына кірдім, 180 миллиондық банағы инвестициялар жасадық. Негізі нетворкинг инвестиция. Сен өзіңе салған инвестиция да, адамдармен байланысың болашақ табысыңның кілті. Сөйтіп танысып жүріп, әр жаннан әр түрлі мүмкіндіктер аласың. Сен өзің біреуге пайдалы боласың деген сияқты. Мен мысалға всегда ашықпын. Танысам ба, ұялмаймын, мен араласам, бірінші шайға шақырам, сыйлығымды берем, құрметтеймін, қонақтаймын. Я, болды, менде де мысалға айтып кеткен маған бетіме, Гүлзок, мен сенімен араласқым келмейді. Сен мені шақыра бермеші, неге маған сыйлық бере бересің? Мен сені өйтіп жақсы көрмеймін деп айтқан маған, бетіме айтқан, сөйтіп эксперт болды маған. Мен білмеймін ғой, мен сыйлығымды берем, мен сыйлаймын, менің ортам деп ойлаймын, я. Бірақ оны көтеретін адам бар, көтере алмайтын адам бар. Ол адам, видимо, менің осындай бір сыйластығымды дұрыс түсінбей қалды да. Ал енді сен бір ғана сондай кедергі келді деп сынып қалып ойбай деп отырудың қажеті жоқ. Окей, ладно, ол араласпаса басқа адамдар бар. Басқа адамдармен жүре беруіңе болады да. Яғни сенде тек қана бір орта болып, сол ортаға байланып, ол ортамен ренжісетін болсаң, ол білмеймін, чаттан шығу деген бар ғой, енді жаңадан бастап жатқандарда чаттан шығып кететін болсаң, жүрмейсің да. Ойбай, қайда барам деп депрессияға түсіп. Жалпы ақша, жарнама, білім бәрі маңызды, бірақ дұрыс ортамен таныстықсыз бұл толық емес. Сол үшін мен сіздерге жаңа таныстықты, жаңа ойлайтын ортаны, жаңа нетворкингтарға баруды, жаңа жолға түсуді, жаңа табыс көзі деп айтатын едім. Поэтому мен өзіме орта қатты әсер еткеннен кейін көбіне қыздарға айтып жүремін, қыздар, біреу бір нәрсе жасаса барыңыздар, нетворкингтен қалмаңыздар. Бұл сіздің бизнесіңіздің ең жылдам жолмен жүруіне әсер ететін фактор да нетворкинг дегенше. Бұл сіздің табысыңызға да әсер етеді, бұл сіздің жеке тұлға болып қалыптасуыңызға да әсер етеді. Мен былай айтамын ғой, мен өзім қастарында жүріп, Лаура Сейітбек әпкемен атап айтатын да, өзім Назым Али, Бақытбек Сабырбеков деген сияқты әр түрлі күшті инсайттарды алып қана өсіп кеткен кездерім болды да. Енді өзіңізді табысқа жақындатқыңыз келсе, бірінші қасыңыздағы адамдарға қараңыз дегім келеді мен. Қаншалықты сен табыстақың келеді? Қандай деңгейде табыстақың келеді? Мысалы, сен қазір 5-10 миллионның арасында жүргің келсе, ол сондай ортада жүрсең болады. Ал енді одан жоғары табыстақың келсе, уже жоғарыда сондай табыстап жүрген ортаға кіру керексің. Сол ортаға қарап сен бейімделесің. Сені өзгерту олардың қолында емес әрине, бірақ сол ортада жүріп естіген әрбір сөзің саған инсайт болады да. Мен всегда айтам, сөйлесіп отырып, әртүрлі айтып жатырған, қолданылып жатырған сөз саптаудың өзі бір инсайт беріп отырады ғой. Соларды көрген кезде мен всегда өзімнің артымнан келе жатырған, өзіммен бірге келе жатырған жандардың барлығына, өзімнің оқырмандарыма, аудиторияма айтам, пожалуйста, ешқашан бір нетворкингтар болса қалмаңыздар, өздеріңізден дамуға ақшаны аямаңыздар, жаңа таныстыққа барыңыздар. Мен тіпті кез келген жандармен курсын алып да танысқан жандарым болды, я. Тіпті өзімнің саламда болса да. Мен ешқандай ешкімге конкурент деп қарамаймын да. Сәйкесінше жақсы араласып, жақсы танысып кетеміз. Бастысы ашық болу керек, әрекет ету керек, және адамға бірінші болып құндылығыңызды жеткізу керексіз. Яғни тек жақсы орта керек, қалай қосылам, миллиондардың қасында жүргім келеді, миллиондердің қасында жүргім келеді дей беру емес. Өзіңіз сол ортаға сай болуды ойлаңыз. Өзіңіз құнды болуды ойлаңыз. Өзіңіз жеке тұлға болып қалыптасуды ойлаңыз. Өзіңіз біреуге беруді ойлайтын болсаңыз, сәйкесінше сізге де беретін, сізге де қарайласатын орта келеді. Енді менің ортам, Аллаға шүкір, әр түрлі ортам бар. Барлығының ортасында еркелеп, өзімнің бір атыраудың қызымын ғой, енді өтпейтін приколдарын тығып жүрем да. Олар барлығы мені осылай қалай бар қабылдап алған. Қандай менің минустарым да бар. Енді ол ортаға барғанда өзіңді ұстаудың өзі, мен айтып кеттім ғой, қалай ұстаймын өзімді, не айтамын деп ойладым деген сияқты. Ол бір андай өзіңнен бір маска жасап алып, өтірік жүрудің қажеті жоқ. Қалай барсың, солай жүре бер. И сені солай қабылдаса ол орта, демек сенің тұрақты ортаң болуға, саған поддержка болуға дайын орта деген сөзді. Сол үшін құрметті көрермен, егер осы видеоны көріп отырған болсаңыз, жақсы орта қалыптастыруға тырысыңыз, жақсы ортаға баруға тырысыңыз, всегда ашық болыңыз, батыл қадам жасаңыз, және жетістіктің жолында ерінбеңіз дегім келеді, еңбек етіңіз дегім келеді. Енді келесі шығарылымдарда өзімнің бұндай тәжірибелеріммен өмірден алған бөлісіп тұратын боламын, қарым-қатынас туралы, және де тағы да қандай тақырыптарды қозғағанымды қалайсыздар.
соны комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Енді сіздерген взаимно маған лайк керек, подписка керек, оқырмандарыңызбен бөліссеңіздер нұр үстіне нұр болатын еді. Келесі шығарылымда кездескенше.